Келесі қадам бізде осы деректерді, және осы скриптті жүзеге асыру, және ран батырмасын басу. Яғни бұндай үлкен проекттер, үлкен жобалар болғандықтан, бұны ең соңында ранды басамыз да, сол кезде қателіктер әрдайым болады. Сол қателіктерді түзеу үшін біз жеке қозғалуымыз және жеке амалдар қолдануымыз қажет. Ранды басамыз. Ранды басқаннан кейін бізде subtract деген add function деп тұр. Яғни бұл бізде 53-ші бағанада екенді көріп тұр. Яғни subtract емес, subtract дейміз, иә? Ранды қайтадан басып көрейік, қандай қателіктер бар екен. Start date is not defined дейді. Start date. Яғни бұл стилистикалық, яғни қателіктер болып табылады. Chirps baseline is not defined дейді. Chirps baseline. Яғни бір әріпті ұмытып кетіппіз. Dry precip is not defined дейді. Dry precip. Қазір бұны бір тексерейік біз. Precipitation бойынша. Dry from anomaly. Бірыңғай масштабқа келтіру. Dry from precip. Dry from precip. Осылай жазамыз. LCT current, яғни бізде белгілі бір қателіктер пайда болды. Яғни бұл жақта бізде LCT current didn't match any bands. Яғни LCT-де ешқандай канал жоқ деп тұр. Яғни бұны біз қазір шешетін боламыз. Енді мына жақта бір қателіктерді тапқан болатынбыз. Яғни модистің 061 мод 11A2 деген көрсеткіштерін көрсетеміз. Яғни біз ең алғаш жазамыз осы жаққа. Каналдар. LCT day 1 kilometer дейміз. Яғни осы жақтағы негізгі қателік image collection таңдаған кезде уже существующий, яғни бар каналды таңдаймыз. Ранды басып көреміз, қандай қателіктер болады екен. Яғни бізде LCT current 2 рет жазып қойғандықтан бір қатар қателіктер шықты деп айта кетеміз. Fire risk classes. Fire risk classes сәйкесінше жүктеліп жатыр. Соның жүктелгенін күтейік. Яғни fire risk'та бізде өте төмен және де орташа ғана көрсеткіштер көрсетілгендігі анықталады, көріп отырсыздар. Яғни бұл біздің соңғы масштабтағы картамыз. Яғни тәсті сіздер ран батырмасын басу арқылы сіздерге осы көрсеткіштер сәйкес көрінеді. Area object group list 3 elements, мысалы future collection columns, осылардың барлығы сіздерде келтірілген. 3 классқа берілген, яғни 3 класстың жеке-жеке көрсеткіштері көрсетілген. Area, километр квадрат, метр квадрат бойынша осы жақта көрсетіледі.